Ешкім де ешқашанда ұмытылмайды. Бабаларымызды құрметсе бүгінгі ұрпақтың басты парызы. Жырын ауылында Ұлы Отан соғысының ардагері Наурызбек Дұзбаевтың құрметіне көше атауы беріліп, ескерткіш тақтасы қойылды. Ел тәуелсіздігінің 30 жылдық мерейтойы мен рухани жаңғыру бағдарламасы аясында ұйымдастырылған шараға аудандық мәдениет және тілдер дамыту бөлімінің басшысы Сауле Хамзина, аудандық ардагерлер кеңесінің төрағасы Құралбай Сұлтанов, Жырын ауылының әкімі Рамазан Үргенішбаев, ауылдық ардагерлер кеңесінің төрағасы Сақтапберген Майбасов және Наурызбек Дұзбаевтың ұрпақтары мен ауыл тұрғындары қатысты. Осы уақытқа дейін Мир деп аталып келген бұл көшенің ұзындығы 592 метр. Атау ескірген көшеге ауыл азаматтары ақылдаса келе, осы ауылда туған Наурызбек Дұзбаевтың атын беруді құп көрген. Әкем Наурызбек шешемменен 63 жыл оттасты, 49 жылы үйленген, 7 жыл соғыста болған азамат. Содан 60 жыл оттасып, кеше 12 жылы қаңтарда қайтыс болды. Содан кейін ел жырын халық сыйлайтын адам еді, сол халық көтеріліп, осы жырын кісіге Наурызбек Дұзбаевқа көше береміз деп ат салысқан халық осы жырын. Жырын ауылының құрметті азаматы Наурызбек Дұзбайұлы соғыс жылдары Ленинград пен Польша жерлерін жаудан азат етіп, Ұлы Отан соғысының 2-ші дәрежелі ордені мен көптеген медальдарға ие болған. Сондай-ақ соғыстан кейін ел еңсесін тіктеп, экономикасын өрлетуге үлесін қосты. Ауыл шаруашылық саласында көптеген қызметтер атқарып, Жырын ауылының құрметті азаматы атанған. Нұрғаным Кесікқол, Зайырбек Заитұлы, арнайы Мұғалжар үшін.